Каспий KZ мобильді қосымшасында ЖК-ны оңай әрі жеңіл ашуға болады. Мемлекеттік қызметтер сервисін таңдаңыз. ЖК-ны тіркеу деп басыңыз. Сауалнама ашылады. Онда ЖК-ны тіркеуге қажетті деректерді көрсету керек. Кейбір жолдар автоматты түрде толтырылып қойған. Атауы бұл сіздің тегіңіз. Және мекен жайы сіздің тіркелген жеріңіз. Егер сіз өз ЖК-ңызды басқаша атағыңыз келсе, және басқа мекен жайда бизнесті жүргізуге қаласаңыз, деректерді түзетуге болады. Салық органын өзіңіз көрсетуіңіз керек. Ол үшін қалқып шыққан тізімнен сіздің ЖК-ңыздың мекен жайына сәйкес келетінін таңдаңыз. Әрі қарай, негізгі қызмет түрін, сіздің болашақ бизнесіңізді жақсы сипаттайтын қызмет түрін таңдаңыз. Сондай-ақ сізге ыңғайлы болу үшін тізімнің басында ең кең тараған нұсқалары көрсетілген. Қажеттісін тез табу үшін іздеу жолында. Егер өзіңізге қайсысы сәйкес келетінін білсеңіз, қызмет түрінің атауын немесе оның ЭКЖЖ кодын терсеңіз болады. Негізгі қызмет түрінен бөлек, сіз 4-ке дейін қосымша қызмет түрін көрсете аласыз. Өзіңізге сәйкес келетін салық салу режимін таңдаңыз. Құжаттарға Каспий ЦК арқылы қол қойыңыз. Хабарламалар сервисінде 1 сағаттың ішінде сізге ЖК тіркелгеннің растамасы келеді. Осылайша сіз тез әрі оп-оңай жеке кәсіпкерге айналдыңыз. Енді сіз өз ісіңізбен заңды түрде айналысып, бизнесіңізді кеңейте аласыз және басқа компаниялармен серіктестік қарым-қатынас орната аласыз.